бір қысқа ғана Шәкәрім атамыздың бір сөзіне талдау жасап берейін деп тұрмын да. Ана сөзге таңғаласыздар қазір сіздер. Не деген сөз енді? Заманымызға керек сөзді, заманымызда қолданылатын сөзді. Бір адамдар сенің өміріңді, сенен бір нәрсені үйренсем, сенен бір пайда алсам деп бақылап жүреді өміріңді дейді. Ал екінші бір топ адамдар сенің өміріңді қашан мынау сүрініп кетеді екен, қашан қателесіп кетеді екен, қашан төменнің төменіне түсіп кетеді екен деп сенің өміріңді аңдып жүреді дейді екінші бір топ адамдар. Екі топта саған бірақ аң-таң дейді да. Біреуі махаббатпен таңырқап жүрсе саған, сенің біліміңе, сенің көрегендігіңе, сенің елгезектігіңе бір махаббатпен еріп, қашан осы кісіден тағы да бір жақсы дүние шығады екен, көрсек, білсек, үйренсек екен деп махаббатпен сені аңдып жүрсе дейді. Екінші бір топ адамдар дейді, сені қашан сүрініп кетеді, қашан бүліп кетеді, қашан позор болып кетеді деп сенің құлауыңды күтіп жүріп, іштарлықпен сені аңдып жүреді дейді да. Екі топта бірақ саған аң-таң дейді да. Қазіргі таңда әлеуметтік желілер жүргізіп жатырмыз. Атақ абыройлары асып жатқан ел ағалары бар, елдің алдында жүрген үлкен азаматтар бар. Соларды екі түрлі бақылап отыр екен ғой адамдар парақшаларында. Біріншілері махаббатпен осы кісіден алсам, білсем, үйренсем, тоқсам деп аңдып отырса парақшасын. Екінші бір топтар мынау қашан қателеседі екен, қашан тілінен жаңылады екен, қашан аяғынан сүрінеді екен деп соны бақылап отыр. Және де соны көрсем, сол күнге жетсем екен деп іштарлықпен, көре алмаушылықпен аңдып отыр дейді да. Өйткені өзі сондай нәрсені жасай алмағаннан кейін үйінде отырып алып сондай бір кем бағал дүниемен айналысудан басқа шарасы қалмайды дейді да ондай адам. Шынымен де заманымызда сондай нәрсе бар. Біздің қоғамда да сондай нәрсе бар. Бір адам жарқ етіп шықса, керісінше қуанып, ананың жақсылығының үстіне жақсылық арта берсе екен деп тілеулес болып отыратын адамдар бар. Ондайды да көріп жатырмыз, Аллаға шүкір. Әр қазағым жалғызым деп. Бірақ кейбір адамдар бар, анау көтеріліп бара жатсаң кәдімгідей, анау іші деген өртеніп, күйіп, пісіп, қастықпен, ластықпен, іштарлықпен анау саған деген жауласқысы кеп тұратын бір сондай нақұрыс адамдар да бар да. Ондай адамдар өздері де жетістікке жетпейді, және де біреудің жетістігін де көре алмайды да. Бұл сондай дерт енді. Бұл жүректің дерті. Бұл дерттен емделу керек. Біреудің Құдай тағала беріп атқан бағына таласпа дейді. Тағына талассаң да, біреудің бағына таласпа дейді. Өйткені бақты Құдай береді. Тақты адам берсе, бақты Құдай береді.